Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен бірге күнделікті қолданып жүрген Кока-коламыздан 30 минутта ғана дайындалатын оп-оңай пирог дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші бисквитін дайындаймыз. Ол үшін ұнымызды саламыз, какаомызды қосамыз, разрыхитель саламыз. Қантымызды салып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Какаоны және де ұнды алдын ала електен өткізіп алсаңыздар болады. Жақсылап тұрып барлық қоспамыз біріккенге дейін араластырып аламыз. Енді үстіне жұмыртқа саламыз. Алдын ала ертіп алған сары майымызды саламыз. Және де қазір мен осы кока-коланы өлшеп құятын боламын. Кока-коламызды құйып алдық. Енді біз венчигімізбен араластыратын боламыз. Және де бұл пирогты жасауға миксер қажет емес. Біз ең бірінші осылайынан коланы құйғаннан кейін араластырғанда бізде сәл көпіріп ұлғаюы мүмкін. Ол қалыпты жағдай. Біздің массамызды жақсылап тұрып біркелкі болғанша араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді формамызға массамызды орналастырамыз. Мендегі форма диаметрі 22 см. Алдын ала осылайынан фольга төсеп салып жатырмын. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минут пісіреміз. Оған дейін глазурін дайындаймыз. Ол үшін сахарная пудра, яғни қант ұнтағы, какао және де 4 ас қасық кока-коламызды құямыз. Қасығымызбен жақсылап тұрып барлық қоспамыз біріккенге дейін араластыруымыз керек болады. Тура бисквитін дайындағандай бізде коланы құйғаннан кейін көпіріп массасынан сәл ұлғаюы мүмкін. Бұл бізде қалыпты жағдай. Қазір мен массамды толықтай араластырып аламын. Міне бізде осындай сұйықтық дайын болды. Енді бисквитіміз қараңыздар қандай жұп-жұмсақ болып шыққан. Ортасына мен осылай екіге бөліп аламын. Егер бөлулеріңіз келмесе, бүтін күйінде де ұсынсаңыздар болады. Міне қараңыздар, бисквит өте жұмсақ. Мен сәл ыстық кезінде қолданып жатырмын. Бисквитті сәл салқындатып, ортасынан глазурін жақсаңыздар болады. Мен осылайынан ортасынан глазур жағып алдым. Қазір енді үстіңгі екінші бөлігін үстіне орналастырамыз. Қалаларыңыз шасем десеңіздер болады. Мен тек қана осы күйінде кесіп, төртбұрыш формаларда, одан кейін үстіне қалған глазурды құйып, дастарханға ұсындым. Көріп тұрғандарыңызға өте оңай жасалады және де өте дәмді болып шығады. Ерекше пирог жегілеріңіз келсе, осы кока-кола қосылған пирогты дайындап көріңіздер. Сонымен қатар, менің каналымнан тағы да қандай видео көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Менің жаңа шыққан видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде жаңа шыққан видеоны ең алғаш болып көретін боласыздар.